Барлықтарыңыз сәлем, математика 3-ші сынып 101-ші сабақтың есептерін шығарып көрсететін боламын. Бөлу тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын қалай жасауға болатынын білесіңдер. Мынау тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы, оны қағаз жүзінде жабыстырасыңыздар. Қараңыздар, мына екеуі қапталында тұрады, мына екеуі қапталында, мынау да қапталында, мынау үстіне кететін болады. Түсіну ойын текшесінің суреті мен оның жазбасы берілген. Текшенің астында жағында, сол бүйір жағында, артқы бүйір жағында қанша нүктелер бар? Текшенің астында 3 нүкте бар. Так, сол бүйір жағында 6 нүкте бар. Артқы бүйір жағында 5 нүкте бар. Оны қайдан білді деп ойлайсыңыздар? Өйткені мына берік жағында 2 нүкте тұр ғой, ар жағында 5 болады. Сонда 2 қосу 5 бізде 7 болады. Сонда қарама-қарсы қабырғаларында нүктелерінің қосындысы 7-ге тең болу керек. Мысалы, мына 1 ғой, арғы жағында 6 бар. 7 болады. Мына 4 ғой, астында 3 бар. Сонда 7 болады екен. Келесі. Қолдану. Жазбадан бірдей қабырғаларды тауып, атауын жаз. Онда тіктұртбұрыштың нешеу екенін анықта. Бірде бізде мынау мен, мына Е, Ф, К, Л мен, мынау Т, Р, П, О бірдей. Мынау мен, мынау бірдей. Енді мына қабырға А, Б, С, Д мен, мынау Е, Л, О, Т. Мына екеуі бірдей, мынау мен, мына екеуі бірдей. Енді мына екеуі бірдей. Д, Е, С, Т мен Л, М, Н, О. Мынау бірдей. Тіктұртбұрыштың нешеуі бар бізде? Бізде мына жерде тіктұртбұрыштың 6-ауы бар. 6-ауы бар. 6 тіктұртбұрыш. Ал мыналарды қосатын болсақ, мысалы, мынау мен біреу, мынау мен екеу, мынау мен үшеу, так, мынау мен біреу, мынау мен екеу, бесеу, мынау мен алтау, былай 7, былай 8, былай 9 тіктұртбұрыш бар. Барлығын санайтын болсақ. Мысалы, былай, мынау мен былай деп қосатын болсақ, 9 тіктұртбұрыш бар. Ал жалпы өзі 6-ау. 9 тіктұртбұрыш және 6-ға қоссамын, 9-ды общий 15 тіктұртбұрыш қой. Барлығын қосып алатын болсақ. Келесі. Талдау дейді, текшенің қай жағына аударылған және оның жақтары қалай белгіленгенін табамыз. Так, текшелердің қайсысы жазбаға сәйкес келетіндігін анықта дейді. Бізде мынау. Так. Мынада бізде үстінде мынау тұр, иә? Бұл жерде жауап бізде бірінші текше сәйкес келеді. Неге? Өйткені текшені жинағанда мына қызыл, сұр және ақ мына жақтары бар. Үшеу бір нүктеде қиылысып тұр. Мына қызыл, сұр, ақ бір нүктеде қиылысып тұр. Міне қызыл, сұр, ақ міне үшеу бір нүктеде қиылысады ғой. Мына үшеу де бір нүктеде қиылысып тұр. Сол үшін бізде бірінші нұсқа сәйкес келеді. Келесі жинақтау. Жазбаға нүктелердің суретін сал дейді. Нүктелердің суретін қалай саламыз? Так, мына жерде бізде мына жерде жазбаға арналған нүктелерде қараңыздар, дәл осылай жасамыз. Жоғарғысына бізде 2 деген нүктені жазамыз. Және мына ортаңғысына 1 деген нүкте, сол жағына 3 деген нүкте, 3 нүкте, 3 деген, бұлай 3 нүкте. Астына оң жағына 4 нүкте, мына жерге 5 нүкте, ең астында 6 нүкте жазады екен біз.
суретін салуымыз қажет дәл осылай. Келесі, бағалау қателерді тап. Текше және оның жазбасы дұрыс табылғандығын тексерем. Талғат осы текшенің үсті мен астын таңдап алды. Астында қандай түс болуы мүмкін? Тиіс екендігін тап. Бұл жерде үстінде көк болуы мүмкін және астында сары болуы мүмкін. Мына бізде көк, астында сары. Көк астында сары. Үстінде көк, астында сары болуы мүмкін. Көк пен сары. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер.